Hi friends, сәлем достар. Біз бұл видеода сан есімдер үйренеміз. Numbers. Сан есімдер ағылшын тілінде қазақ тілі сияқты екі түрге бөлінеді: cardinal және ordinal numerals. Есептік және реттік сан есім. Біз қазір есептік сан есімден бастаймыз. 1-ден 10-ға дейін. Жазылып тұр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал 11-ден 19-ға дейін. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Міне, бұл 11-ден 12-ге дейін. Айтқанда басқаша айтылады. Қалған бәрі тиын жалғау жалғанады. Continual, тиын. Тиын. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11-ден 19-ға дейін. Ал 20-дан 100-ге дейін, 90-ға дейін, ол 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Бұған T жалғау жалғанады. Ал 100 дегеніміз 100. Енді көреміз. Міне, ағылшын тілінде 4 дегеніміз ол 4, 14, 14. Ал 40 болса 40. Тек қана 4-ға тиын жалғауын жалғасақ, ол 14 болып кетеді. Ал 4-ға ти жалғауын жалғасақ, ол 40 болады. Енді 5, 15, 50-ді айтып көреміз. 5, 15, 50. 7, 17, 70. 7, 17, 70. Енді 81 деген айтып көрек. 81, 39, 39, 55, 55. Сонымен бұл видеода біз cardinal numbers-ті үйрендік. Есептік сан есім. See you later. Goodbye.